Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге трейдинг саласында маңызды білу керек ережелер, риск менеджмент және де money менеджмент туралы айтатын боламын. Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге риск менеджмент және де money менеджмент туралы түсіндіргім келіп отыр. Бізде риск менеджментте білуіміз керек терминдер stop loss, take profit және де trailing stop. Мысалы қазір баға 10.82-де тұр. Осы жерден бастап рынокқа кіретін болсаңыз, егер де өседі деп анализ жасап болжасаңыз, осы 10.82-ді enter болып есептеледі. Сізде план болу керек. Мысалға, егер де мен пайда табатын болсам, плюс 3%-ға дейін пайда табамын. 3%-ға дейін пайда табамын. Егер минусқа кететін болсам, 1%-ға дейін минусқа кетемін деп. Take profit жоғарыдан қойылады. Мына жерде егер де баға линейкамен көреміз 1%, 10.82-ден бастап 1%, 1% минусқа кету ол 10.71. 10.71 деген бағаға сіз осы жерге стоп лоссыңызды қоясыз. Бізге стоп лосс не үшін қажет? Егер де мысалы сіз осы жерден 10.82-ден кірдіңіз, баға резко түсіп кететін болса, немесе көтеріліп барып, қайттан түсіп кетіп жүрген жағдайда, сіз 1% ғана ақшаңыз жоғалтасыз. Егер жоғалтсаңыз, 10.71-ге келген кезде сіздің позицияңыз автоматически жабылып қалады. Бұны стоп лоссты біз шығынымызды шектеу үшін қолданамыз. Енді пайдамызды қалай есептейміз? Пайдамызды мысалы 3%-ға дейін пайда көремін деп есептейтін болсақ, 3%-ға дейінгі пайда ол 11.14. 11.14-ге біз take profitімізді қойып аламыз. Бұл жерге біз take profit қоямыз. Яғни take profit бізге не үшін қажет? Сіз осы рынокқа кірдіңіз, баға өсіп бара жатыр, өскен сайын сіз пайдада отыра бересіз. Бірақ баға мына жерге дейін өсіп келіп, сіз позицияңызды жауып үлгермесеңіз, қайтадан баға резко осы жерге түсіп кететін болса, осы жаққа дейін түсіп кететін болса, онда сіздің стоп лосспен жабылып қалады да, сіз ешқандай пайда көре алмай қаласыз мына жерде. Ол үшін take profit қойсаңыздар, 3% сізге пайда келген кезінде, осы жерде сіздің позицияңыз автоматически жабылып қалады. Яғни, сіз рынокқа кіретін кезде өзіңіз жоспар құруыңыз керек. 1.2 немесе 1.3 деген планмен. 1.3 деген мысалға стоп лоссыңызды 1%-ке қоясыз да, стоп лоссыңызды 1%-ке жаңағыдай мен көрсеткендей линейкамен есептеп алып, жоғалтсам 1% жоғалтамын, бірақ 3% пайда көруге дайынмын деп
қоясыздар стоп лосстарыңызды. Сонда 1/3 немесе жоғалтсам 1% жоғалтам, пайда тапсам 2% табамын деп линейкамен 2% есептеп алып қойсаңыздар да болады. 1/2 немесе 1/3 деген жоспармен кірулеріңіз керек кірген кезде. Міндетті түрде осы риск менеджментті сақтау қажет. Мысалға сіз сол жерде егер де бір ғана акция емес, енді 10 акциямен кіретін болсаңыз, сіз баға жаңағы сіздің тек профитіңізге жеткен уақытта сіз $30 пайдада отырасыз. Егер түсет минусқа кететін болса, онда сіз $10 минуста отырасыз. Енді бізге трейлинг стоп деген не үшін қажет? Трейлинг стоп бізде мысалы бағана қаншадан алдым? 10.82 мен кірдік қой біз рынокқа. Мына жерге кірген бағамыз. Он деп ала берейін. Мысалы, мынау жер enter болады. Бұл сіздің кірген бағаңыз. Сіз стоп лоссыңызды $9 қоясыз. Стоп лоссы $9 қоясыз. Ал take profitіңізді take profitіңізді 11 емес, где-то $12 қойсаңыз, мысалы. $12 қоятын болсаңыз, былай деп қоясың, take profit. Мысалға, акцияның бағасы $10-дан $9-ға түссе, сіз минус $1 шығындап отырасыз. Ал егер де $10-дан баға $11-ға өсетін болса, сіз мына жердегі стоп лоссыңызды аласыз да, мына жерге қоясыз. Стоп лоссыңызды. Сонда сіздің пайдаңыз 0-ге теңелді. Сіз ол жерде пайдада да емессіз, шығында да емессіз. Енді акцияның бағасы $10-дан $11-ға өскен кезде, сіз стоп лоссыңызды мына жерге тағы да көтересіз. Ол жерде уже сіз плюс $1 пайдада отырасыз. Енді баға мына $12-ға жетсе де, жетіп барып жабылса, сіз $2 пайдада отырасыз. Егер жетпей, төменге түсіп кететін болса, сіз бәрібір позицияңызды $1 плюс $1 пайдамен жабасыз. Трейлинг стоп бізге сол үшін қажет. Енді сіз осы айтқандарды қолданып, өзіңіздің риск менеджментіңізді басқарып отыруыңыз қажет. Осындай планмен кіру керек рынокқа кіретін кезінде. Ал егер енді бізде money менеджмент дегеніміз, ол мысалға сіз $1000 бар болса, сіз оның 30%-ын ғана трейдинг жасауға, 30%-мен ғана трейд жасауыңыз керек, немесе 50%-мен ғана трейд жасауыңыз керек. 50%-мен ғана. Мысалға сіздің $1000-дан 30% $300 болатын болса, $300-дің 1%-і $3 болса, сіз мынадай планмен 1/2, 1/3 деген планмен кіресіз жаңағыдай. Мысалы, 1% жоғалтам, жаңағыдай 1% жоғалта берейін, минус $3. Бірақ мен 3% пайдаға жоспарлап отырмын деп кіресіз. Яғни $9 пайдаға шықсаңыз, $9 пайдаға шығасыз. Егер минусқа кетсеңіз, $3 минусқа кетесіз. Тіпті осы $1000-дің өзінде осындай немен бастауыңыз керек. Егер де сіз $1000-дің 10%-і $100-ды мысалға бірден $10-дан 10 акция алып $100-ға, егер ол минусқа кетіп қалатын болса, егер сіз take profit, stop loss, trailing stop деген қолданбайтын болсаңыздар,
онда сізде психологиялық не болады жаңағыдай. Сіз өзіңіздің эмоцияңызды басқара алмай қаласыз бұл кезде. Сіз либо барлық ақшаңыздан егер де сіз осы риск менеджмент және де маны менеджментті қолданбайтын болсаңыз, онда сіз ақшаңыздың барлығын өз эмоцияңызда басқара алмай, егер де бүкіл ақшаңыз минусқа кетіп қып-қызыл болып тұрса, онда сіз минусқа кетіп алып тұрсаңыз, онда сізде уже өз-өзіңізді басқара алмауыңыз мүмкін. Бұл трейд жасайтын кезде эмоцияңыз тұрақты болу керек, холодная голова болып отыру керек, былайша айтқанда. Егер де сіз $100 жоғалтатын болсаңыз, $1000 болып тұрып, онда сізге уже настроениеңізді түсіреді, одан кейін сіз өз-өзіңізді басқара алмайсыз и қайта трейд жасай беріп, может $1000 да жоғалтып алуыңыз мүмкін. Енді келесі сабақтарда мен сіздерге мынау әрбір жасыл, қызыл тұрғандар, свечалар нені білдіреді, свеча дегеніміз не, мынау сызық болып тұрған не, және де акция өскенде, түскенде пайда табамыз ғой біз. Сол өсет немесе түсетін қалай білуге болады, сол туралы айтатын боламын.